Бремен музыканттары ертегі. Қызықты қазақша ертегілер тыңдағыларыңыз келсе, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Ертеде баяғы өткен заманда бір диірменші өмір сүріпті. Диірменшінің есегі болыпты. Еңбекқор, ақылды, күшті есек диірменшіге көп уақыт қызмет етіп қартайыпты. Есек енді жұмысқа жарамайды, әлсіреді деп, диірменші есекті үйден қуып жібереді. Есек бір күн тамақ ішпей, екінші күн тағы да аш қалып, үшінші күні қартайдым, әлсіредім деп қарап отырмай музыкант болайын. Дауысым бар, ән айтып, көшелерді аралап, сонымен нан тауып жесем болады деген шешім қабылдап, Бремен қаласына жол тартады. Есек келе жатып жол бойы төбетті кездестіреді. Иттің үсті басы шаң-шаң, екі құлағы салбырап, екі көзі сарғайып кетіпті. Есек иттен: «Досым, саған не болды?» деп сұрайды. «Аңшымен бірге аң аулап, орманның, даланың түкпір-түкпірін аралап, жақсы көмекші болып жүрген едім. Не керек? Қартайып едім, керек болмай қалдым. Қожайыным мен далаға қуып шықты. Енді не істерімді білмеймін» деп төбет өкпесін айтты. «Мен Бремен қаласына бара жатырмын. Сен де жүр, бірге барайық. Сенің даусың ашық, өлең айтып барабан соғасың. Мен гитарада ойнаймын. Көшеге шығып, екеуміз музыкант боламыз». Есек ақырып, ит үріп, екеуі ұзақ жолға шығады. Есек төбетті арқасына отырғызып алады. Екеуі жүріп келе жатып, жолдың жағасында отырған мысыққа кездеседі. Ағарған мұрты салбырап, құйрығы жалбырап, жасыл көзі уайым қайғыға толып, көңілсіз отыр екен. Есек пен төбет бір дауыспен мысықтан сұрайды: «О, мысық, сен неге сонша мұңайып отырсың?» «Азапқа түстім ғой. Кезінде тышқан мен егеуқұйрықтарды аулап, өз қожайыныма көп қызмет көрсеттім. Тәрлік келіп еді, көзім жөнді көрінмей, тырнағым да тістерім де өтпей қалды. Мені ешкім өзенге ағызып жібермей тұрғанда үйден қашып шықтым. Ары қарай не істерімді білмеймін» дейді мысық. «О, қайғырма мысық. Бізбен бірге Бремен қаласына жүр. Үнді даусыңмен ән айтасың, скрипкада ойнайсың, біз сияқты көшедегі музыкант боласың» деген ұсыныс жасайды есек пен төбет. Мысық келісіп, есек оны да үстіне мінгізіп алады. Есек ақырып, ит үріп, мысық мияулап, үшеуі жолмен келе жатады. Енді олар алды-артына қарамай жолмен жүріп бара жатқан әтешті кезіктіреді. Әтештің айдары қисайып, құйрығы жалбырап, қанаттары салбырап, үсті басын шаң басып кетіпті. «Саған не болды?» деп сұрайды есек, төбет, мысық үшеуі. «Қожайындарым мені қартайды деп, сойып, сорпа пісірмекші. Не істеймін енді? Аман қалу үшін қайда барамын?» дейді әтеш аптығып. Есек, төбет, мысық үшеуі әтешті зорға тоқтатып алады. «Әтеш-ау, сорпа болмаймын десең, бізбен бірге Бремен қаласына жүр. Сенің даусың таза, ашық, сондықтан өлең айтып, сырнайда ойнайсың. Біз сияқты көшедегі музыкант боласың» деп, достар өздерімен бірге Бремен қаласына баруға әтешті де шақырады. Әтеш баруға бел буады. Есек әтешке: «Кел, арқама мін» дейді. Бірақ әтеш отыратын орын болмайды. Сондықтан есектің арқасына төбет, төбеттің арқасына мысық, мысықтың үстіне әтеш шығып отырады. Сөйтіп, бір-біріне мінгескен достар төртеу болып, есек ақырып, ит үріп, мысық мияулап, әтеш шақырып жол жүреді. Бремен қаласы қашықта, түн болып қараңғы түсіп келе жатыр. Қарны ашып, тоңып, түнді қалай өткізерін білмей музыканттар қорқа бастағанда бір орманға жетеді.
биік ағаштың қасына жайғасқан есек төбет Әтеш пен мысыққа: «Әтеш, сен ұша аласың, мысық, сен өрмелей аласың, сондықтан екеуің ағаштың басына шығып, жақын маңда түнеп шығатын орын бар ма екен, соны қараңдар» дейді. Әтеш қанатын қағып бұтақтан бұтаққа ұшып отырып, мысық ағаштың діңімен өрмелеп, ағаштың ұшар басына көтеріледі. Олар жан жақтарын барлап қарайды. Бір кезде Әтештің көзіне алыстан жылтыраған бірдеңе көрінеді. Әтеш: «Мысық, менің көргенімді сен де көріп тұрсың ба?» деп сұрайды. «Жоқ, мен ештеңе де көріп тұрған жоқпын» дейді мысық. Сөйтіп екеуі жерге түседі. Алыстан жылтырап бір нәрсе көрінеді. Не де болса ол үйдің терезесінен түсіп тұрған шамның жарығы болу керек. Сол жаққа қарай жүрейік деп Әтеш есек пен төбетке көргенін айтады. «Мен ештеңе көрген жоқпын» деп мұңаяды мысық. Есек ойланып Әтешпен келіседі. Сөйтіп достар Әтештің соңынан еріп, ол көрсеткен бағытпен жүріп отырады. Төртеуі осылай жүре қалың ағаштардың арасында жылтыраған бір нәрсені көреді. Бұл расында да үйдің терезесіне түсіп тұрған шамның жарығы екен. Достар сол жарық шыққан жаққа қарай жүріп, үйдің қасына жақын келеді. Сөйтіп ит есектің арқасына, мысық иттің, ал Әтеш мысықтың төбесіне шығып, төртеуі терезеден үйдің ішіне қарай үңіледі. Іште ошақта от жанып тұр екен. Үлкен дөңгелек үстелдің жанында айбарлы екі қарақшы ішіп жеп отыр. Әрқайсысының қолында жылтыраған өткір пышағы бар екен. «Ой, біз де жылынып ошақтың жанында отырсақ жақсы болатын еді» дейді есек. «Шіркін-ай, ұйықтап демалсақ» деп төбет қосылады. «Қарнымыз ашты, тоя тамақтансақ қой» деп мысық жалғастырады. «Өзімізді ешкім жеп қоймаса болды да» дейді Әтеш үркіп. Достар ойланып ақылдасып шешім қабылдайды. Есектің арқасына төбет, төбетке мысық, мысыққа Әтеш мінген күйі есек терезеге екі аяғын қойып, бәрі бірден айқай салады. Есек ақырады, ит үреді, мысық мияулайды, Әтеш шақырады. Қарақшылар қорқып үйден атып шығып орманға қарай қаша жөнеледі. Сөйтіп есек, ит, мысық және Әтеш төртеуі қарақшылардан үйді босатып үйге кіреді. Қарындары аш достар үстелге айнала отырып, қарақшылар ішіп отырған тамақты тоя ішіп жеп алады. Содан соң шаршаған музыканттар ұйықтауға жатады. Есек шөпке, ит есектің алдына, мысық пештің түбіне, ал Әтеш дуалға қонақтайды. Ал қарақшылар үйді сырттай бақылап жүреді. Олар үйдің терезесінен жарықтың өшкенін көріп, жасы үлкені кішісінен үйді жаулап алғандардың кім екенін біліп кел деп жұмсайды. Қарақшы ақырын басып үйдің жанына келеді. Ары бері жүріп тыңдайды. Іштен ешқандай дыбыс шыға қоймайды, тып-тыныш. Терезеден барып қарайды, ешкім көрінбейді. Қарақшы үйге кіреді. Шам жақпақ болып асханаға бұрылады. Сол кезде ол пештің қасынан екі жарықты көреді. Жылтырап жатқан шоқ шығар деп. Солай ойлайды. Бұл мысықтың көз жезді. Ашуланған мысық қарақшының бетін тырнап алады. Енді есікке қарай ұмтылған қарақшының аяғын төбет тістейді. Оның сүрініп шалынып аулаға шыққаны сол еді. Есек артқы екі аяғымен теуіп қалады. Қақпаны аша бергенде Әтеш шақырып ұшып келеді де басынан шоқи береді. Қарақшының иманы тас төбесіне шығып, алды-артына қарамай орманға безеді. Ойбайлап келе жатқан оны көрген жас үлкен қарақшы серігінің алдынан шығып әрең дегенде тоқтатады. «Ей, не болды? Тоқта, мән-жайды дұрыстап айтшы» деп сұрайды. «Ойбай, кеттік бұл арадан. Үйде құрысын, бәрі де құрысын. Қашайық.
қуып жетпей тұрғанда көзімізді құртайық деп бай-балам салады. Үйімізді тартып алған кімдер екен? Ойбай, 4 дәу мақұлық, көздері оттай жанып тұр, қолдары жуан, мықты, тырнақтары жез тырнақтың тырнағындай өткір, қадалған жерді жұлып алады. Ақырғанда аузынан өткір тастар атқылайды екен, басымды тесіп-тесіп жібере жаздады деп дем ала алмай айтып береді. Ойбай, онда біздің үйімізді құбыжықтар екен депті ғой. Бұл жерден жанымыз барда тезірек кетейік деп жасы үлкен қарақшы екеуі қаша жөнеліпті. Сөйтіп зәрелері ұшқан қарақшылар орманды тастап, бастары ауған жаққа кете барады. Ал Бремен музыканттары есек, ит, мысық және әтеш қарақшылардың үйін иемденіп, осы күнге дейін бақытты өмір сүріп жатыр екен деседі. Соңы. Ертегі ұнаса, арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Рахмет.